Жыл басынан коронавирус инфекциясының 119 оқиғасы тіркелген. 70%-ға жуығы клиникалық симптомдармен, қалған оқиғалары симптомсыз өтуде. Олар жұмыс істейтін тұрғындардың, зейнеткерлердің және оқушылардың арасында тіркелген. Ридзер өткір респираторлық вирустық инфекциялар жағынан көшбасшы позиция алады. Ал олардың маңынан өз орнын коронавирус таба алатындығына дәрігерлер профилактика шараларын сақтауға шақыруда. Ауа тамшы жолмен таралатын инфекциялар үшін олар бірдей. В 2021 году по состоянию 2021 жыл 9 наурыз күніне қарасты ахуал бойынша Ридзер аумағында коронавирус инфекциясының 119 оқиғасы тіркелген. Оның клиникалық симптомдарымен 68%-ын құрауда. Қалған бөлігі симптомсыз түріне келеді. Қаңтар айында тек бірер оқиғалар тіркелсе, ақпанның ортасы мен аяғында індетпен науқастану оқиғалары жұмыс істейтін тұрғындар мен зейнеткерлер арасында көбейе бастады. Еңбек ұжымдары арасында тіркелген оқиғалардың саны санитарлық талаптардың ұжымдарда қатаң сақталмағандығын сөз етеді. Сол үшін еңбек ұжымдарында санитарлық талаптар мен жеке бас қауіпсіздігін сақтауды күшейтуге назар аударамын. Өкінішке орай, қарттар арасында індет жұқтыру артты. Әсіресе ақпанның соңғы 2 аптасы мен наурыздың басында. Сондықтан туыстарына осыған назар аудару керек. Зейнеткерлер отбасы мүшелерінен жұқтырады. Күнтізбелік жылда 12 оқушы індет жұқтырды. Қаңтардан бастап, оның 11-і офлайн режимде оқығандар. Олар мектепте оқыған. Санитарлық талаптарды сақтап, ол мектептер 2 апта 14 күнге қашықтықтан білім алуға көшіріліп, коронавирус инфекциясы жайылуына жол бермес үшін бүкіл тиісті шаралар мектептерде жүргізілді. Сол үшін ата-аналардан, мектеп ұжымдарынан, оқушылардан сұрайтынымыз: коронавирус инфекциясына қарсы бүкіл санитарлық ереже талаптарды қатаң сақтаңыздар. Өйткені наурыз өткір респираторлық вирустық инфекциялар тез өршитін кезең. Ал біздің қала ол аурудан көшбасшы позицияда. Оның салдарынан коронавирус инфекциясы туындауы мүмкін. Осы екі аурудан сақтану шаралары бірдей.